қалай жұмсақ болып піскен қуырып аламыз. Сіңуі үшін тортымызға кремімізді жағып, торт тегістеу процесі жылдамырақ болады. Шоко-банан тортын жасаймыз. Мендегі бисквиттің рецептісі заказға қабылдап жүрген рецептімнің бірі. Құрғақ заттарымызды біріктіреміз. Мұнда менде ұн, сода, разрыхитель, қант, какао. Какаоны електен өткізіп қосамыз. Ұнды мен алдын ала електен өткізгенмін. Және жақсылап араластырамыз барлығын. Қайнаған су мен кофені араластырып аламыз. Жұмыртқаға шым-шым тұзды қосамыз. Миксердің төмен жылдамдығымен бастаймыз. Айран, кофе қосамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Және де құрғақ заттарымызды қосып, миксерлеп аламыз орташа жылдамдықта. Бізге осындай кальцо керек болады. Мынау менде 20 сантиметрлік кальцо. Бұның асты болмағандықтан мен қазір қолдан астын жасаймын. Сәлға қажет болады. Дайын сұйық тестамызды формамызға құйып, қызып тұрған пешімізге саламыз. Менде режим конвекция 170 градуста 50 минутта пісті. Коржымыз пісті. Қараңыздаршы, қалай жұмсақ болып піскен. Жақсы көтерілген. Енді осыны 3 бөлікке бөлеміз. Бананды слой үшін сары майымызды қызып тұрған табада ерітіп, қантымызды қосамыз. Бананымызды қосып, 5-7 минутта араластырып қуырып аламыз. Крем үшін творожный сыр, сливки, қант ұнтағын қосып араластырамыз. Тортымызды жинаймыз. Мен бір кісіге алып баратын болғандықтан осындай ыдысқа жинадым бірден. Корж, крем, үшінші слой менде карамельді банан, одан кейінгі слой менде корж, крем, солай жинаймыз тортымызды. Тортымды кремі жақсы сіңуі үшін 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямын. Тоңазытқыштан шыққан тортымызға кремімізді жағып, тортымызды тегістейміз. Менде ыдысым ыңғайсыз болып тұр тегістеуге. Егер сіздер поворотный столик пайдаланатын болсаңыздар, онда торт тегістеу процесі жылдамырақ болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.